Ал мен енді үлкен іс-шарадан кәсіпкерлердің арнайы сыйлық құрметіне бөленіп, ең бас жүлде гран-при алтын тәжімді алып, үйге жеттім. Эмоциям переполняет, прям күшті эмоция да, жақсы көңіл күйде, әдемі әсер, жан дүнием, әлемім бөлек болып тұр бүгін. Сондықтан да сіздермен қуанышыммен бөлісейін деп осы тәжімді тағып барғам. дресс-кодқа байланысты жылтыр көйлек киіп, тәжімізді тағып, өйткені бұл мерекелік кештің тәртібін, дисциплинаны сақтау керек. Сол соңында ойламаған жерден бірінші, екінші, үшінші орындар белгіленіп жатты, номинациялар беріліп жатты. Мен күткен жоқпын. Шайымды ішіп, алаңсыз отырғам. Қасымдағы кісілер: Айсұлу, сен алуға тиістісің, сен соған лайықтысың десе, мен айтам: жоқ, менен де жас қыз-келіншектер бар, жаңадан кәсібін бастап жатқан ханымдар бар. Мен енді бүткіл номинацияны жинап алған шығармын, Астанадағы болып жатқан іс-шаралардың деген сияқты өзім алаңсыз отырғам. Сол бір кезде менің есімім аталған кезде өзім таң қалдым. Қалай осыншамалықты сый құрметке лайық екенмін. Енді осы іс-шараны жүргізген Динара ханымға, көмекшілеріне, спонсорларға, барлықтарыңызға енді үйіме келіп жайғасып алғаннан кейін рахметімді айтайын деп қазір тікелей байланысқа шығып отырмын ғой. Енді қараңыздаршы, қандай күшті тәж, алтын тәж. Көктем аруы номинациясы, бас жүлдесі, гран-при алып, қаншама сертификаттар алып, сыйлықтар алып, кәдімгі көңіл күйім көтеріліп отыр ғой. Әдемі кеш болды, ән болды, би болды, қазақша жүргізушілер, тамадалар, не деген керемет билер. Парақшамда болыңыздаршы. Мен барлық осындай әдемі іс-әрекетіммен, жақсы жаңалығыммен бөлісіп отырамын. Менің әлемім бөлек, білесіздер, ерекше жанмын. Мен оны өзімде білем, бағалаймын. Бағалап жатқан айналамдағы кісілерге де сый құрметім ерекше. Барлықтарыңызды жақсы көрем. Бағалағанға бақ қонсын. Құрмет дегенге құт қонсын.